Қайырлы күн баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге ерекше тағамның бір түрі орама жапырақтан жасалынатын галбсүйдің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз, және де видеоның ең маңызды жерлерін өткізіп алмас үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен тамағымыздың поливін жасап алатын боламыз. Бізге керек заттар пияз, картошка, сәбіз және де чеснок және томат пастасы керек болады. Ең алдымен қазанымызға майымызды құйып қыздырып аламыз. Қызған майдың үстіне алдын ала турап алған пиязымызды салып, қып-қызыл етіп, жақсылап қуырып аламыз. Пиязды әдемі болып қуырылды. Енді үстіне сәбізді және де чеснокты салып, жақсылап тағы да қуырамыз. Енді үстінен алдын ала турап алған картошкамызды салып, араластырып, тағы қуырамыз. Сосын үстінен томат пастасын салып, тағы да араластырып, қуырып аламыз. Толық ингредиенттерді описание бөлімінде жазып қалдырдым. Енді үстінен 1 чайна ложка тұз, сосын дәміне қарай бұрыш қосамыз. Қосып, жақсылап араластырып, тағы да қуырып аламыз. Сосын 2 болгар бұрышын қосамыз. Сосын үстінен 1 литр су құйып, крышкасын жауып, бір қайнап шыққаннан соң астына жай отқа қойып қоямыз. Ендігі кезекте орама жапырақты дайындаймыз. Ең алдымен осы орама жапырақтың басына қатты жерін пышақпен кесіп алып тастаймыз. Міне басын кесіп алдық. Енді осыны алып тастаймыз. Енді орама жапырағымызды бір ыдысқа салып, үстінен қайнаған суды құйып, 20-25 минутқа бетін жауып алып қоямыз. Ендігі кезекте галбсүйдің ішіне салатын салмасын дайындайтын боламыз. Бізге пияз, фарш, күріш және тұз, бұрыш керек болады. Мен алдын ала барлығын осылай турап дайындап алдым. Пиязды, фаршты, күрішті барлығын салып, үстінен дәміне қарай тұз, бұрышын салып, жақсылап араластырып аламыз. Жалпы тамақты галбсүйді мен отбасымның санына қарай жасадым. Егер сіздер отбасыларыңызда адам көп немесе аз болса, ингредиенттерді көбейтіп, азайтып жасай берсеңіздер болады. Осы видео рецепттерім сізге ұнап жатса, менің каналымды қолдап, каналыма тіркеліп, лайк басып және комментарий қалдырыңыз. Міне барлығын жақсылап араластырып алды. Галбсүйдің ішіне салатын салмасы дайын болды. Міне орама жапырағымызды дайын болып қалды. Дайын болған орама жапырақты осылай біртіндеп барлығын алып аламыз. Міне барлық жапырақтарын алып алдық. Енді орама жапырақтың ортасындағы осындай қатты жерін пышақпен кесіп барлығын алып тастаймыз. Енді орама жапырақтарымызды қойып, үстіне салмасын салып, видеода көрсетілгендей етіп, әдемілеп барлығын орап шығамыз. Міне видеода көрсетілгендей етіп, осылай барлық орама жапырақтарымызды осылай орап шығамыз. Міне барлық орама жапырақты орап шықтық. Ендігі кезекте қазанда қайнап тұрған поливтің үстіне осылай барлық галбсүйларымызды орналастырып салып шығамыз. Міне галбсүйларды салып шықтық. Енді крышкасын жауып, астыны жоғары қойып, бір қайнатып аламыз. Міне бір қайнап шықты. Енді астыны жай отқа қойып, 40-45 минут пісіріп аламыз. Міне галбсүйіміз дайын болды. Сіз де жасап көріңіз. Өте дәмді болып шығады. Егер менің видеом ұнаған болса, лайк, комментарий қалдырыңыз. Қош, сау болыңыздар.